Қазақ қоғамында ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрдің бірі ол бас табақ пен бас ұсыну. Бас деген сөздің өзі бастаушы, үй иесі, қожайын, көшбасшы мағынасында қолданылады. Келген қонаққа бас тарту бұл үлкен құрмет. Бірақ бас тартарда, мына қонақтың әкесі бар ма деп сұрайды. Неге? Себебі әкесі бар бас ұстамайды. Қазақ дәстүрінде әкесі бар бала бас ұстаса, әкесі өледі деп ырымдаған. Екінші, бас ұстаған бала әкесінің орнына таласып жүр деп есептеген. Бұл дәстүрде терең философиялық тұжырым жатыр. Сол себептен әкені сыйлауға, құрметтеуге үйретіп, бақталастыққа, тәртіпсіздікке жол бермеген. Неге қойдың басын ұсынады? Себебі тек қойдың басында ғана 33 түрлі ет бар. Бүкіл Менделеев таблицасы осы баста. Бас берерде жағын айырып, тістерін қағып тастайды. Себебі тісімен өштесіп, тісін қайрап жүрген адамына тартқан. Басталған құрметті азамат тұмсығын өзіне қаратып, оң жақ езуін кесіп, табаққа салады. Ол үйдің ырысы кетпесін деген мағынада. Екінші езуін өзі жейді. Сөз ұғатын болсын деп екі құлағын екі балаға береді. Содан басты кесіп, отырғандарға дәм татқызады. Бірлігіміз ыдырамасын деген тілекпен. Бастың төбесін кесіп, ең беделді адамдарға ұсынады, елге тіреу болыңыз деп. Езуі мен тілін шешен адамға береді. Ел мұңын айтсын, ел қамын ойласын деп. Бастың таңдайын қыз балаға беріп, әнші бол, таңдайын тақылдаған шешен бол деген лебізбен. Ал екі көзді де тек бір адамға береді. Ала көздік болмасын, жақсын ғана көр деп. Бастың бәрін кеспей, сарқытын үйдің иесіне қалтырады. Тарихқа жүгінсек, ертеде Қытай зынданына түскен қазақ ханын қиналып өлсін деп қойдың етін және қара су берген екен. 6 ай өтсе де аман қалыпты. Денсаулығы мықты екен. Император таң қалып, сен қалай тірі қалдың? Айтсаң құпияңды тұтқыннан босатам дегенде, қазақ ханы қой берген сайын күзетшілерін қойдың етін өздері жеп, маған басын ғана лақтырып отырды. Аман қалуымның сыры да осында деген екен. Аман еліне келген хан өз жарлығын шығарыпты. Құрметті кісіге бас тарту дәстүрі. Міне, осыдан бас тарту рәсімі қалыптасқан екен. Қазақ білуі тиіс кітабынан авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.